бұл жолдаудың ерекшеліктерінің бірі нақты көрсеткіштері мен ақшалары шешілген мәселе болды. Соның үлкен бір саласы агроөнеркәсіп кешені саласына да үлкен көңіл бөлінді. Және де осы ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу арқылы Қазақстанның экспорттық әлеуетін көтерудің жолдары тікелей көрсетіліп, нақты тапсырмалары берілді. Оның ішінде осы білім, ғылым саласына жақсарту бағытында үлкен қаржылар бөлінетіндігі хабарланды. Бұл әрине Қазақстанның болашағын берік болатын, біздің еліміздің, халқымыздың сапалы өмір сүруіне тікелей жолдар ашылатындығын айқындап берді. Осы жолдаудың барысында байқағанымыз елбасының бүкіл біздің тіршілігіміздің мән мағынасын, мақсатын, мүддесін жұмылдыра білетіндігінде, соны нақты айқындай түсіндіріп бергендігінде болып отыр. Сонымен қатар тек қана осы мемлекеттік қолдаулар емес, қоғам мүшелерінің де жауапкершілігін арттыру, осы бағытта жұмыла шешу, бір мүддеде жұмыс жасау қажеттігін өте нақты мысалдармен келтіріп тапсырмалар берілді. Бұл жолдаудың негізінде осы біздің Қазақстан елінің озық елдердің қатарына қосылып қана қоймай, үлкен бәсекеге қабілетін артатындығын тікелей нақты дүние деп түсіндік.